күйеуім ұрмайды, соқпайды, ішпейді, шекпейді, табыс табады. Бірақ осы бірақ деген сөздің астарында күллі қазақ әйелінің ішкі толғанысы жатады. Жоғарыдағы стандарттар бар жерде әйелдің шағымдануы да ұят болып қалыптасқан. Жақынның өзі бұдан асқан қандай бай керек енді, құтырасыңдар деп көп айтады. Өз анасын күнде көрген еркек әйелінің де анасын сағынуы қалыпты екендігін қалай түсіне алмауы мүмкін? Еркіндіктен келген еркеліктің бір сәтте тұсалғанын қалай сезбеуге болады? Біздің қоғамның көп қызы тұрмысқа шыққан соң төркініне баруды сиретеді. Барса да сыпырғыш секілдетіп ай жатпай қайта келеді. Етегіне оралған баламен сағынышын басып та үлгермейді. Булыққан әйелдер үнсіз жылайды. Сол сәтте оның жасын сүрте алмасаң, несіне азаматсың? Әйелдің тамшы жастарына бас қатырмасаң, несіне аманат еттің? Кейде саған ғана бас тіреп келген нәзік жаратылысқа сенен басқаның бәрі қожайын боп алады. Құдайдан ғана бұйрық күткен пендеге өзі секілдінің бәрі бұйырып сөйлейтін кездер де болады. Сол сәтте оған қарсы айтылған сөзден, беймәлім жаладан, бейпіл боқтықтан қорғай алмасаң, несіне азаматсың? Кейде әйел тірлікке бас сұғып шыға алмай қалады, өзін ұмытады, өзіндегі отты өшіреді. Оның арманға толы айлары, жауқазын жылдары жоғалып жатады. Сол кезде жанында болып, тірлігіңді қалай жеңілдетейін? Арманың не еді? Тілегіңді айтшы, дей алмасаң, несіне азаматсың? Азаматтар, махаббат ұрмау, соқпау, ішпеу, шекпеу емес. Бұлар сендердің жекелей қасиеттерің. Ал махаббат қолдаудан, қорғаудан, естуден, тыңдаудан, жұмыстан келгенде жүзіне үңілуден, жылы сөз төгуден, жағдай сұраудан, қол ұшын беруден тұрады. Аманатты аялаған азамат болайықшы.